Мама, там взорвалось что-то. Қостанайда қирандылар астынан адамдарды құтқару кезінде екеуі табылды және тағы біреуі мерт болған. Қостанайда қирандылар астынан адамдарды құтқару кезінде екеуі табылды және тағы біреуі мерт болған деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінен. Іздестіру құтқару жұмыстары барысында қирандылар астынан 2 адам құтқарылды, тағы бір ер адам мәйіт табылған. Оның жеке басы анықталуда. Іздестіру жұмыстары жалғасуда деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаменті. Еске салсақ, Амангелді ауылында төтенше жағдайлар салдарынан 7 адам қирандылар астында қалған болуы мүмкін. Оқиға бүгін 11 желтоқсанда сағат 12:36 шамасында Энергетиктер көшесі 1-ші мекен-жайында орын алды. Бұрынғы Красный партизан. Алдын ала белгілі болғандай, газ ауа қоспасының жарылуынан жүк көліктерін жөндеуге арналған ғимарат құлаған. Іздестіру құтқару жұмыстарына Қостанай облысы Төтенше жағдайлар департаменті және жергілікті атқарушы орган күші жұмылдырылған. Алғашқы медициналық көмекке 12 адам жүгінген.